Иық бұлшық еттері эмбриональдық даму кезіндегі бастапқы классикалық қарапайым орналасуын сақтай отырып, иық буыны мен шынтақ буынын қозғалысқа келтіруші алдыңғы және де артқы топ бұлшық еттерінен құралады. Алдыңғы топ бұлшық еттері әрдайым бүгуші болып табылады, артқы топ бұлшық еттері жазушы болып табылады. Иықтың алдыңғы топ бүгуші бұлшық еттеріне тоқталатын болсақ, бірінші бұлшық ет иықтың екі басты бұлшық еті, мускулюс бицепс брахи деп аталады. Бұл бұлшық еттің проксимальды бөлігі қысқа және де ұзын басынан тұратындықтан бұлшық ет атауы осылай берілген. Тоқпан жіліктің алдында терінің астында айқын байқалатын бұлшық ет болып табылады. Ұзын басы капут лонгум. Ол жауырынның төмпешігінен бастау алатын болып саналады. Жіңішкелеу және ұзындау келген сіңірше арқылы басталатын болып саналады. Ол сіңірше иық буыны қапшығының астында орналасатын болып саналады. Тоқпан жілік сүйегінің төмпешік аралық саласы сулькус интертуберкулярис арқылы өтіп, екі қарыншалы бұлшық еттің жалпы қарыншасына ұласатын болып табылады. Қысқа басы капут бревис, жауырынның құстұмсықтық өсіндісі процессус каракоидус ос скапулядан бастау алатын болып саналады. Тоқпан жіліктің орталық бөлігінде екі басы ұршық тәрізді болып келген қарыншаны құрайды және одан әрі дистальды бағыттала түсе сіңіршеге ұласатын болып саналады. Бұл сіңірше кәрі жіліктің бұдырына бекитін болып саналады. Ал бір бөлігі бұл білектің шандырлы апоневрозына, апоневрозис мускули бицепитис брахиға ұласатын болып табылады. Негізгі қызметі иық пен шынтақ буынын бүгу және ішке қарай айналдыру қызметін атқарады. Келесі бұлшық ет құстұмсық иық бұлшық еті, мускулюс карака брахиалис болып табылады. Ол жауырынның құстұмсық өсіндісі процессус каракоидустан бастау алатын болып саналады. Жалпақтау келген сіңірше арқылы бастау алады. Төмен қарай бағытталып бұлшық еттің қарыншасына ұласады және одан төмен шамамен иықтың ортаңғы бөлігіне келген кезде ол сіңіршеге ұласады және ол иықтың кіші төмпешігінің қырқасы криста туберкули минорисқа барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі иық буынын бүгу, қолды кеудеге қарай тарту, сонымен қатар иықты қимылдатпай берік ұстаған жағдайда мына жауырын сүйегін төмен және алға қарай тарту қызметін атқарады. Келесі бұлшық ет иық бұлшық еті, мускулюс брахиалис деп аталады. Ол тоқпан жіліктің алдыңғы бетінің төменгі үштен екі бөлігінен, дельта тәрізді бұдырдың аралығынан және иық бұлшық еттерінің аралық медиальды және латеральды табақшасы септум интертуберкулярис медиалис et lateralis'тен бастау алатын болып саналады. Төмен қарай бағытталады және сіңіршелері бетке орналасқан және де тереңде орналасқан сіңіршелері болады. Бетке орналасқан сіңіршесі шынтақ жілік бұдырына тубероситис ульнаға барып бекиді, ал тереңде орналасқан сіңіршелері шынтақ буынының қапшығын құрайтын болып табылады. Негізгі қызметі шынтақ буынын бүгу болып саналады. Келесі иықтың артқы топ бұлшық еттері, артқы топ бұлшық еттері олар жазушы қызметті атқарады. Бірінші иықтың үш басты бұлшық еті мускулюс трицепс брахи. Аты айтып тұрғандай, үш бастан құралатын болып саналады. Латеральды басы, медиальды басы және де ұзын басы.
Латеральды басы тоқпан жіліктің латеральды бетінен және иықтың бұлшық ет аралық латеральды табақшаларынан септум интермускулярис латералистен бастау алатын болып саналады. Ал медиальды басы болатын болса, бірнеше сүйектік нүктелерден бастау алатын болып саналады, яғни тоқпан жіліктің төменгі бөлігінің артқы бетінен, шынтақ буынын ішке бұрғыш бұлшық еттің басталар жерінен, яғни мускулюс пронатор терестің, одан кейін иықтың бұлшық ет аралық медиальды табақшаларынан септум интермускулярис медиалистен және де шынтақтық өсінді олекранынан бастау алатын болып табылады. Ал ұзын өсіндісі ол жауырынның төменгі төмпешігі туберкулум инфраглейноидалиден бастау алатын болып табылады. Дәл осы бұлшық еттер мына яғни иық белдеуінің мускулюс терес майор, мускулюс терес минор, яғни үлкен жұмыр және кіші жұмыр бұлшық еттердің аралығынан өтер жерінде үш басы қосылады және де бір бұлшық еттің қарыншасын құрайтын болып табылады. Және төмен қарай бағытталып, шынтақ жіліктің шынтақтық өсіндісіне барып бекетін болып табылады. Негізгі қызметі шынтақ буынын жазу және қолды тұлғаға қарай тарту қызметін атқарады. Келесі бұлшық ет шынтақ бұлшық еті мускулюс анканеус. Сыртқы пішіні үш бұрыш тәрізденіп келген бұлшық ет болып табылады. Тоқпан жіліктің латеральды айдаршық үсті өсіндісі эпикондилюс латералис және шынтақ буынның жанама кәрі жіліктік байламынан бастау алатын болып саналады және де төмен латеральды бағытта өтетін болып табылып, шынтақ жіліктің шынтақтық өсіндісінің артқы бетіне барып бекетін болып саналады. Негізгі қызметі шынтақ буынын жазу.